Міне Алмара ханым қазір ғана мына нотариустен бері қарай шықты. Мына жердегі документтеріне қолдарын бәрін қойып болды. Қазір ақшасын аударады. Алмара ханым өзінің 2 бөлмелі үйін алды Алматы Талдықорған қаласынан. Жылысты болсын деп тілеймін барша қазақстандықтарға. Мына жерде де нотариусқа келіп отырған адамдарға мен де ақпарат беріп түсіндіріп үлгердім. Алмара ханым, өзіңіз бір халыққа бір не айтасыз? Айтыңызшы бір. Сенбегеніңіз қалай өзіңізді? Сену керек, шынайы бәрі. Міне 2 бөлмелі Талдықорған қаласынан Дәулет микрорайонынан үй алып отырмыз. Өте тамаша, құтты болсын. 13 миллионға 10 миллион кооператив беріп отырмыз. Өте қуаныштымыз. Сеніңіздер бәрілеріңіз. Жаным сол сізге мың алғыс. Осындай міне бокс мұғалімдердің арқасында ғой бізде оқып білім алып осы кісілердің жағдайымен қандай керемет жандар. Міне қуанышты күнде жылап жіберейін деп тұр. Құтты болсын. Менің мына именно маған тіркелген кісім, өзім жүрегім жарылардай қуанып отырмын, өзім үй алғандай қуанып отырмын. Сондықтан да мен барша Қазақстан халқым барлықтарыңызға табыс тілеймін, барлықтарыңызға, бала-шағаларыңызға, отбасыларыңызға, керемет үй алуларыңызға да болады. Мына жерде мен бір адам тоже ақпарат алып үлгерді. Алла қаласа тіркеліп дөңгөр ашады бұл кісі. Мен ютубтан көремін, бұны нақтылы адамдарына кездесе алмай жүрген бүгін жұмыста мен Алматы қаласынан Талдықорғанға келдім. Нотариуста кездесіп, мен естіп, көзімен көріп отырмын. Жанды куәгерлеріміз, және мына Алмара ханым куәгер болып отырмын. Бұрын білемін, бұны естимін, ютубтан көреміз. Бұның барлығы шындық. Баспанасыз жүргендер баспаналы болу керек. Осы игілікті пайдалану керек. Мынандай азаматтарымыз пайызсыз баспанаға жету деген үлкен қуаныш. Барлық қазағымның үйі болсын, шаңырағы болсын. Айтқаныңыз келсін. Өзінің мұсырын төгетін ортасы болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Керемет. Рахмет, сізге де жұғысты болсын. Әмин. Жақсы, құттықтаймын. Құтты болсын. Қазақ халқым, бәріңізге баспана тілеймін, автокөлік тілеймін, пайсыз алуларыңызға Алла тағала нәсіп етсін деп тілеймін. Мына мен балам. Балаңыз ба? Өте жақсы. Жақсы, жұғысты болсын балаңызға да.